бүгін сіздерге накладной қалта, бұл детский көйлектерге де істеуге болады, рубашкаларға, үлкен адамдарға да көйлектерге істеуге болады. Ол үшін бұлай қойып, мен бұлай қарай 12, бұлай қарай 12, бірақ мына жағын 3 сантиметр артық алдым. Бұл қайтарылуына бұлай тігіледі. Көрдіңіз, 4 бұрышты тігуге де болады қалтаны, болмаса дөңгелек тігуге де болады. Қазір мен сіздерге дөңгелек тігілетін қалтаны көрсетемін. Ол үшін қағазға обязательно сызып алуыңыз керек. Содан кейін барып, уже матаға қойып, қырқып, салып көреміз. Мен қырқып алдым, малақтап. Ол матамды мұнаны алып отырмын, мінекей. Етіп, осы жерден әзір мен сызып, қырқып аламын. Енді біз мына матаны аламыз да, бұлай қойып, мына екі басын бірінші тігіп аламыз. Мына бүйтіп, мына жағын, мына жақты тігіп аламыз. Екінші бетінде солай тігіп аламыз. Екі шетін тігіп алдық, бұлай. Енді бұны бүйтіп аударамыз да, ұштарын шығарып, енді бұны айландыра бұлай көктеп аламыз қолынан. Жағын жақсылап шығарып, мына жағын түзу көктейміз, өйткені бұл жерде өте жіңішке тігіз. Мына бұрыштарын тіккен кезде бүйтіп сәл итеріңкіреп неғысаңыз, бұлай қалталанып тұрады, бірақ үтіктеген кезде ол көрінбей әдемі болып тұрады. Көрін бе?